Анам мені жалғыз өзі өсірді. Әке де өзі, ана да өзі. Менің басқа бауырларым жоқ. Тек қана анам екеуміз және анамның бауырлары. Маған қарайласып, сол кісілерді жақын тұттым. Менің одан басқа жанашырларым да, туыстарым да жоқ. Бірақ сіздерге мен тағы бір қызық жағдайды айтқым келіп отыр. Жарық дүние есігін ашқан періште сәби шағымда ана құшағынан ажырап, перзентханада қалған екенмін. Қалай болғаны, туған анамның неліктен менен бас тартқаны, мені асырап баққан анамның қолына қалай тап болғаным маған 20 жасыма дейін жұмбақ болған. Мен де өзгелер секілді өзімді бағып-қағып өсірген анамның маған бөтен адам екен, өзімнің асыранды екенімде ойда жоқта естідім. Сол кезде мені қызық бір сезімде болдым. Бұл адамдар қызық көріп мені алдап тұрған шығар деген ой болған. Өйткені анамнан ешқандай өгейлік көрмедім. Керісінше, маған бар жақсыны лайық көріп, барлық аналар секілді алдымен сен ішіп же, сенің қарның тойсын. Алдымен сен ки, сен жарқырап жүрсең, мен де марқайып жүремін деп, аналық тілегінің барлығын көрсетті. Сондықтан мен бұл кісіні менің туған анам емес деуге түк батылым жетпеді. Ондай ой менің миыма да кіріп шықпаған. Анам жалғыз өзі мені асырап жеткізді. Әкем өмірімде көрмегенмін. Ол кісі туралы сұрағанда, әкең сен өмірге келген жылы қайтыс болған деген жауапты алатынмын. Бірақ мынау сенің әкең деп маған суретінде көрсетпеген. Әкемнің туыстарын іздеуге де қарсылық білдірді. Яғни, әкемнің туыстарымен араласуымның мәні жоқ екенін, менің жанымды ең жақын адамдарымның жүргенін айтатын. Солай мен әке туралы сұрақ қоймайтын болдым. Бірақ өзімнің тұл жетім екенімді білгенше, мен де жетіммін деген ой болмаған еді. Дегенмен 20 жасында шындықты ойда жоқта естіген соң, туған анам кім екен, әкемше, олар бұл өмірде бар ма екен деген ойлар мазалауын қоймады. Туған ата-анамды іздеп тауып, олармен байланысқым келетін. Бір үміт бар еді кеудемде. Бірақ мен үшін тіпті жанын беруге әзір анамды ренжітіп, сенімін таптап кеткім келген жоқ. Шындығында мен өсіріп жеткізген анам, менің бар шындықты білетінім жайлы хабары жоқ. Мен шындықты басқа біреулердің аузынан естігенмін. Әрине, мен естігеніме сенетін аңқау қыз емеспін. Мен шындыққа көз жеткізу үшін іздендім. Үйдегі құжаттардан бастап архивтерді ақтардым. Солай дәлел мен ақиқаттың бетін аштым. Бірақ анам бұл туралы айтып, оның жүрегін ауыртқым келмегендіктен, бұрынғыдай қарым-қатынасты жоғалтып алудан қорыққандықтан айта алмадым. Бұл күнде өсіп өнген әулеттің отанасымын. Тұрмысқа шықтым, бала сүйдім, шүкір, бақытты әйелмін, анамын. Бірақ шындықты білгелі көкейімнен кетпей жүрген арманым туған анамды қалайда іздеп табу еді. Бір күні шыдай алмай жолдасыма барлығын айтып бердім. Менің балалық шағым алаңсыз өткені туралы, осы күнге дейін мені асырап баққан, бар жақсыны беріп, тек менің ғана тілеуімді тілеп, той жасап ұзатқан анамның мені асырап алғаны жөнінде барлығын тәптіштеп айтып бердім. Күйеуім мені жақсы түсінді. Сондықтан ол анама барлығын түсіндіріп, екеуміз бірге ол кісінің алдынан өтуге бардық. Сонда ол кісі енді ренжімейтін шығар деген ой болды. Ол жылап жіберді. Құшағына қысып ұзақ тұрды. Сосын өзінің осы уақытқа дейін жасырып келгенінің барлығын ақтарып салды. Негізі менің анам мүлдем тұрмысқа шықпаған жан болып шықты. Мен одан әкем туралы сұрап, мазасын ала беруші едім. Оның көңіліне келетінін қайдан білейін? Анам маған көз алдында ең жүрегі кең, әулие адам болып көріне берді. Әңгімесін айтып отырғанда, анам менің көз алдында биіктей түсті. Ал мені өмірге әкелген анамның кім екенін нақты білмесем де, сен өмірге келтірген үшін туған анаңды кінәлама. Анаңды тапқан күнде оның жүрегіне жара салып,
жаны ауыртатындай қатты сөздерді айтпа. Өйткені сенің осылай менің алдымда отырғаның да осы жарық дүниенің барлық нығметтерін көруіңе себепкер болған адамда сол. Екеуміз де ол кісіге тек қана рахмет айтуымыз керек. Сен маған аналық бақытты сезіндіргенің үшін. Ал сен жаман, қатыгез адамдардың қолына түспей, дәл маған тап болғаның үшін екеуміз де анаңа қарыздармыз. Менің саған берген тәрбием рас болса, сен ешкімге кек сақтамауың керек. Ол адамды кешір. Ол енді жолыңа тосқауыл болмаймын. Сен өмірге әкелген жанның қандай адам екенін білуге толықтай қақың бар деп батасын берді. Бұған дейін мен жасырын түрде туған анам жайлы мәліметтерді қарастырған болатынмын. Бірақ неге екенін білмеймін. Әйтеуір жолымнан әртүрлі кедергілер шыға берді. Кейін түсіндім мәнісін. Мен жолымды ашық ету үшін асыраған анамнан бата сұрап, разылығын алуым қажет екен. Содан мен анамды іздедім. Әрине жанымда қолдап жүрген күйеуім болды. Іздеген адам мұратына жетеді ғой. Мен де шекараның арғы жағында тұратын анамды іздеп таптым. Ол кісімен сырласып, сұхбаттасып қайттым. Мені көргенде егіле жылап, алдымда айыпты болғанын мойындап, өмір баянын айтып берді. Бүгінде 2 қыздың анасы екен. Сіңлілерім бой жетіп отырған әп-әдемі қыздар екен. Менің бір таңғалғаным, туған анам мен баққан анам түр-келбеттері жағынан бір-біріне қатты ұқсайды екен. Анам негізі жақын шетелдердің бірінде қазақ отбасында өмірге келген. Ата жұртқа табаны тиіп, сол жақта оқу білім алса деп әке-шешесі армандаған соң туған анам елге келеді. Арманы асқақ, мақсаты биік болып, қиялдап жүрген бойжеткен Алматыға оқуға түспек болады. Бірақ өкінішке орай армандаған оқуына түсе алмай қалады. Ауылға қайтуға намыстанып, сол қалада қалады. Жұмыс істейді. Өз күнін өзі көріп, 1 жыл жұмыс істеген соң, келер жылы оқуға түсермін деген оймен жүре береді. Анамның айтуынша, өміріндегі ең үлкен өкініш сол оқуға түсе алмай қалған соң, жалған намысқа бой алдырмай-ақ, ауылға шынын айтып, мен емтиханнан құладым деп қайтпағаны. Мені ешкім кеудемнен итермейтін еді ғой сонда. Қаршадай қыз едім, гүлдей өмірім күлге айналды. Сол сәтті есіме алсам, әлі де денем түршігеді. Бірақ күнде өмірім ойран болған еді. Бейуақытта бейтаныс еркектің құрығына түсіп қалдым. Адамша қылығы болса бір жөн, айуандарша әрекет жасап, тұнығымды лайлап, арымды кірлетіп кеткен соң, мен өмірімді баз кештім. Әрі қарай өмір сүргім келмеді. Өмірімдегі ең үлкен соққыны сол кезде алған шығармын. Оқуға кетті деп, ата-анам, ағайын туысым, өзге елде менің тілеуімді тілеп отыр ғой. Ол араға не бітіммен барамын деген ұят өлімнен де күшті болды. Ол ма? Құрсағымда сенің пайда болғаныңды білгенде не істерімді білмедім. Біреуге айтуға қорықтым. Елдерден еститінмін жасанды түсік дегенді. Бірақ сенің мұны өмірге келуің керек болған шығар. Қаншама қиындықты бастан кешіріп, сен өмірге алып келдім. Алайда ешқандай танысым жоқ. Мен үшін мүлдем бөтен жердегі өмірім оңай болмады. Ақыры амалсыздан сәбиімді тастап кетуге мәжбүр болдым, деп солғын баса алмады. Әңгімесін жалғастырып біраз уақыт өткенде маза бермейтін елестерден құтылайын деп сені іздеуге бел будым. Бірақ таппадым. Әлі күнге дейін құндақтаулы сәбиді көрсем, ескі жарамның орны қансырайды. Сені іздеп таба алмаған соң, ішімнен тілеу тілеп жүрдім. Жақсы кісілерге тап болса екен дедім. Бұл тағдыр. Мен балама қиянат жасағым келген жоқ. Басқа еш нәрсе айта алмаймын. Егер мүмкіндік болса, өзіммен танысып сөйлессем дегем. Сол арманым орындалды. Тірі күнімде сені де көріп қалдым. Қызым деп қатты жылады. Көкірегінде қатқан шер, өкініш, менен кейін тұрмысқа шығып, 2 қыз тапса да, алғаш рет ана тандырған мені
бір сәт есінен шығармапты. Өмір бойы іздепті, үміт үзбепті. Біз осылай табыстық. Қазір бізде, Аллаға шүкір, барлығы жақсы.